Сәлем баршаңызға. Бүгін мен сіздермен осындай лапша в сливочном соусе деген тағамның рецептісімен бөліскім келіп отыр. Бұл өте дәмді болады. Сіздерге кеңес етемін, жасап көріңіздер. Ең алдымен осы лапшамызды, менде мұнда дайын лапша, суды құйып, оны пісіруге қойып қойдым. Кейіннен қазанға осы кішкене ғана фаршты қолдандым. Фаршты салып қуырып, жақсылап қуырып алдым. Жақсылап қуырылып болған фарштың үстінен мен кішкене картошка қостым. Оны сіздер қоспай қойсаңыздар да болады. Картошка мен ұнайтын болғаннан кейін картошка қостым. Оған кішкене тұз қосып, дәміне қарай тұзды қосасыз. Сосын жақсылап қуырып, үстінен суды құйып, оны жай отқа жақсылап піскенше қойып қоямыз. Неге жақсылап піскеннен кейін бөлек бір ыдысқа салып алдым. Және де сол қазанның үстінен кішкене сары майымды алып, сары майды жақсылап ерітіп, осы видеодағыдай жасап көрсеңіз, ол өте дәмді болады. Бұл ерекше соустың бір түрі. Осы соуспен жасап көрсеңіз, міндетті түрде сізге ұнайтынына сенімдімін. Осылай сары майымызды жақсылап ерітіп, оның үстінен осылай аздап ұнды қосып, осылай араластырып тұру керек. Неге ұнды жай-жайден салып, осылай араластырып тұрамыз. Тоқтаусыз араластырып тұру керек. Неге ұнымыз крошка болды. Енді кішкене ғана тұз қосып, тағы да кішкене араластырып, үстінен ақырындап, аз-аздап су құямыз. Суды құйған кезде ол осындай бір-біріне жабыса бастайды. Сонда да жаймен деп суды құя береміз. Құйып тұрып араластыра береміз. Неге осындай болады, ол осындай болу керек. Сонда да жақсылап тоқтаусыз араластыра береміз. Осындай комоктар болады. Ол ештеңе де етпейді, солай болу керек. Үстінен езіп, басып араластыра береміз. Неге осындай болды, суы тартылып. Енді жаңағы фаршымыз бен картошкамызды үстінен қосып, жай отқа бетін жауып қоямыз. Неге жақсылап пісіп жатыр, суы тартылып. Міне енді жаңағы пісіп шыққан лапшамызды осы соустың үстінен барлығын қосып араластырамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін тағы да кішкене өзімен қайнауға қойып қоямыз. Міне менде мұнда 200 граммдай сливкиді қосып, кішкене араластырып, бір қуырып аламыз.
Мінекей осылай қайнап болғаннан кейін қазанның астын өшіріп тамағымыз дайын болды. Мінекей осындай лапша в сливочном соусе деген тағамымыз дайын болды. Бұл өте дәмді. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Назарларыңызға рахмет.